Қуаныш Шонбай, екінші болма. Құрметті тыңдарман, егер сіз алғашқы тарауларды әлі тыңдамаған болсаңыз, описание бөліміне кіріп, алғашқы тарауларға өте аласыз. Және де каналдың дамуы үшін лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. 5-ші тарау. Жеңіс жолына түсу. Образ таңдау. Қиялы болудың пайдасы туралы. Адам баласына өз өмірін мәнді де сәнді сүру үшін бірнеше қасиет керек. Соның негізгісі өзін өзі басқару мен табандылық, талант, таныс, не өзге факторлардың әсері әлсіз, тіпті кереғар. Осы бағытта ғалымдар көптеген тәжірибелер ұйымдастырған екен. Оның ішінде танымал маршмаллоу тест те бар. Олардың бәрі жоғары аталған факторлар елеулі орын алатынын дәлелдепті. Жақсы, өзімізді басқару және табандылықсыз болашақ жоқ екенін түсіндік. Ал табиғат, ата-ана, ген, тағы басқалар бізге осы қабілетті бермесе, не істейміз? Біріншіден, олар туа бітпейді, жүре бітеді, шанс бар. Ғалымдар 4-6 жастағы 180 балаға компьютерде орындалуы керек іш пыстырарлық тапсырма береді. Бірақ келесі бөлмеде ойын ойнауға болатын iPad бар екенін де ескертеді. Баладан шыдамы таусылғанша тапсырманы орындай беруін сұрайды. Балалар 3 топқа бөлінеді. Минут сайын бірінші топтағы балаларға қатты жұмыс жасап жатырсыз ба деген сұрақ қойылса, екінші топтағыларға сол сұрақ үшінші жақтан қойылады. Соңғы топқа сұрақ өздері таңдаған кейіпкер бойынша қойылады. Яғни, Бэтмен қатты жұмыс жасап жатыр ма дегендей. Нәтижесінде үшінші топтағы балалар ең үздік нәтиже көрсетеді. Бұл дегеніміз, адам өзіне қандай да бір образ қалыптастырып, соған сай болуға тырысқанда және бар тітіркендіргіштерден өзін абстракциялағанда табандылығы мен өзін басқаруы күшейетінін дәлелдейді. Образ таңдау техникасының ең үлкен пайдасы адам өзін шектеп тұрған бүгінгі факторлардан алшақтай алады. Өзіне өзге тұлғаның көзімен қарау арқылы сыртқы көріністі қабылдайды. Әдетте ол көрініс көбімізге ұнамайды. Сәйкесінше әрекеттерімізде басымдық таныта бастаймыз. Образ таңдаудың қаупі де жоқ емес. Өкінішке орай, пір тұту мен образ таңдаудың арасы өте жақын. Мамандардың пікірінше, ішкі тұлғалық мен толық қалыптаспағанда, яғни толық адамға жетпегенде, образдағы адам пірге айналып, оның әрекеттері шүбәсіз қабылданып кете береді. Ерекше ойлайтын, дарынды адамдарды көбінесе қиялы деп ойлаймыз. Осы адамдарға деген көзқарасымыз әзілге қосып, оларға күлуіміз, олардың ішіндегі барлық ерекшеліктерін сөндіріп тастайды. Олардың өмірде өз орындарын таппауының да негізгі себебі осында. Ал негізінде, керісінше, Құдайдың берген қабілетін дамыту керек. Ол жоғарыдан берілген кеңес. Көптеген адам қандай бизнес бастасам екен деп ақыл сұрап келеді де, идеяны сырттан іздестіре бастайды. Біреу үлкен дүкен ашты, мен де ашамын. Досым тауар жеткізумен айналысады, мен де сондай фирма ашамын. Бірақ неге біреудікін қайталау керек? Сені ерекшелеп тұрған өзіңнің қабілетің, осыған дейін жинаған білімің бар ғой. Мәселенің шешімін өзімізден ішімізге үңіліп іздеуіміз керек. Әйгілі маркетолог Филипп Котлер ерекшелен немесе өл дейді. Қазіргі заманда өмірде, бизнесте, нарықта болсын, өзгешеленбесең, артта қалып қаласың. Маған жұмыс іздеп күніне 15 адам келеді. Олардың айтатын жауабы түр-келбеті бірдей болып көрінуі мүмкін. Бірақ араларында басқалардан ерекшеленіп тұратындары кездеседі. Сондай адамдарға мән беремін. Себебі олар тың идея, жаңа ойлар енгізе алады. Бизнесте де дәл солай. Егер бәсекелестеріңнен өзгешеленбесең, табысың да, беделің де олардан жоғары болмайды. Қорытындылап айтқанда, ерекше болудан қорықпа. Не болмаса, Абай Құнанбаев айтқандай, болмасаң да ұқсап бақ. Проблема не сен оны қолдан жасап аласың, немесе өмірдің өзі мәжбүрлейді. Көп адам Версус академиясына курсқа келген кезде өз-өзімді таппай жүрмін. Қазіргі жағдайым маған ұнамайды. Өз өміріме қанағаттанбаймын деген проблемалармен келеді. Бірақ негізінде бұл проблема емес. Бұл жай ғана дискомфорт. Ал проблема нақты болады. Кітапты баяу оқимын, сауда жасағанда адамдармен қарым-қатынас орната алмаймын, мейрамханама адам аз келеді. Бұл сенің қай жақта немен жұмыс істеу керек екендігіңді білдіреді. Проблема болмаса, сен дамымайсың. Өзіңе нысана таңдай алмайсың, білім алмайсың, үйренбейсің.
ал нақты проблемалардың шешімін тапқан кезде білімің көбейеді. Сондықтан да проблема мен дискомфорттың ара-жігін ажыратып алу маңызды. Проблеманы өзіміз жасап аламыз дегенді батыста көбіне выйти из зоны комфорта дейді. Әрине, қиын жағдайға түскенді кім қалар дейсің. Қазіргі жазғаныма таңғалатын шығарсың да. Бірақ өз басымнан өткен соң айтып жатырмын. Проблеманы өзіміз туындатуымыз керек. Түсінікті болу үшін мысал келтірейін. Астана қаласында керуен сауда орталығында Руми мейрамханасын аштық. Сестен анықтама алдық. Мейрамханадағы азық-түлік қауіпсіздігіне жауап беретін маман бар. Көзінен көрініп тұр. Жұмысына көңілі толады. Барлығын талаптарға сай жасауға тырысқан. Дәйектемені де алған. 10 мен 1-дің аралығында жұмысыңызды қаншаға бағалайсыз? Деп сұрадым. Жауабы 8. Ал мен 3-ке дедім. Өзі үлкен адам. Көз жанары жәудіреп жылағысы келіп кетті. Түсіндірдім. Бастапқыда біз -5-те болғанбыз. Ал сіз жұмысыңызды 8-ге бағаласаңыз, демек 8 пункт көтерілдіңіз. Бірақ 10-ға жеткен жоқсыз. Осы жерде үміткерлерге оралайық. Олар панасыз иттер орталығына 600 000 теңге тапқанымен қатты риза болған жоқпын. Себебі олардың бұдан да жақсы нәтиже көрсетуіне барлық мүмкіндіктері болған. Араларында 4 тіл білетін адам бар, тәжірибелі, мықты маман, ерікті, дарынды дизайнер бар. Олардың дәрежесіне бұл нәтиже сай келмейді. Бұндағы мәселе мынада. Олар өздерін кешегі нұсқаларымен салыстырып, осы тапқан табыстарына мәз болды. Ал егер өздерінің мінсіз нұсқасына талпынса, одан да жақсы нәтиже көрсетіп, панасыз иттер орталығына одан да қомақты көмек берер еді. Сол сияқты тағамдардың қауіпсіздігіне жауап беретін маман сестің талаптары бойынша емес, бізде бар HACCP-дің талаптарына сәйкестендіріп жасаса, әлде қайда көп жұмыс жасалатын еді. Әлгі адамды ертіп жүріп, минустарды түртіп көрсетіп шықтым. Ал егер ол HACCP бойынша жасауға талпынғанда, мен көрсеткен минустарды өзіне туындаған мәселе ретінде бұрыннан қарастырып, барлығын жөндеп қойса, өз жұмысын одан да жоғары бағалайтын еді. Сондықтан да екінші болмау жолында не біз өзімізге өзіміз мәселе тауып аламыз, немесе біздің басымызға өмірдің өзі мәселе жасап береді. Бұл проблемалар сізге жоғарыдан сыбырлап айтылып тұрған ақыл. Ол қайда бару және немен айналысу керек екенін сілтеп тұр. Хазрет Алидің егер өзіне өзің бұл дүниеде есеп бермесең, о дүниеде есеп бере алмайсың деген сөзі бар. Нені меңзеді екен деп ойландым. Ұлы Абайда күніне 1 рет болса да өзіңе есеп беруің керек. Болмаса аптасына 1 рет, болмаса айына 1 рет, болмаса жылына, тіпті болмаса өміріңде 1 рет деген екен. Өз өмірімнен мысал келтірейін. Алдыңғы жылы інім Дархан мырза, сылтау айта берсең үйренбейсің деп мені шаңғы тебуді үйренуге шақырды. Әрине, барғым келмеді. Себебі экипировкам жоқ, шаңғым жоқ, шаршап тұрмын деп сылтау айтқым-ақ келді. Бірақ қажеттінің барлығын жалға алып баруға бел будым. Дархан мырза мен Бекбота мырза Шымбұлаққа апарып ең жоғары шыңына шығарып қалдырып кетті. Бірінші рет шаңғымен таудан түскендіктен әрине бірнеше рет құладым. Үсті басым, киімнің іші түгелдей қар, су болды. Біраздан соң аяғым талды. Сондықтан мені құтқарушылар төменге түсірді. Сол кезде бұл өмірде менен сорлы адам жоғау деп ойладым. Шынымен де таудың шыңында тұрып шаңғымен түсе алмаған кезде неге бұл менің қолымнан келмеді деп ойладым. Бірақ өз-өзіме шаңғы теуді үйренемін деп сөз бердім. Кешке қалаға түсе салып, толықтай экипировка сатып алдым, шаңғы алдым. Сол күннен бастап амал жоқтан, намысқа тырысқандықтан үйрендім. Гуглдан оқыдым, ютубтан бейнероликтер қарадым. Сөйтсем қиын ештеңесі жоқ, тоқтаудың, бұрылудың бірнеше тәсілі бар екен. Соны үйрендім. Егер Дархан мырза таудың шыңында тастап кетпесе, әлі күнге шаңғы тебе алмас едім. Кейін білдім, көп кәсіпкерлер сол Шымбұлақта кездеседі екен. Негізі танысқым келіп жүрген ойы маған қызық азамат бар. Айдан Карибжанов. Білесіздер ме, шаңғы теуіп жүріп сол адаммен таныстым. Егер сол кезде өз-өзіме проблема жасап алып, 18 күннің ішінде шаңғы тебуді үйренбегенімде, қазіргі таңда бұл адаммен аралас-құралас болмайтын едім. Ол адам Румиге келмейтін еді. Шаңғы теуіп бейресми жерде кездескенде де өзіңнің басқа да әріптестеріңе қатысты көптеген мәселенің шешімін табуға болады екен. Егер де мен сол кезде уақытылы өзіме өзім проблема тауып алмасам, ертең өмірдің өзі барлығын қиындатар ма еді. Кез келген нәрсеге қойшы деп қолды сілтей салмай проблеманы шешу керек.
Оның шешімін тапқан кезде, біріншіден білім, екіншіден тәжірибе, үшіншіден өзіне деген сенімділік пайда болады. Сондықтан проблеманы өз қолымыздай жасап аламыз. Талай адамдардың жол апатынан өмірі қиылып кетіп жатыр. Бұл әрине өмірдің өзі тудырған проблема, бірақ көбінесе автокөліктегі техникалық ақаулардың себебінен жол апаты болады. Жолға шықпас бұрын адам өзіне өзі проблема ойлап тауып, көлігін қарап шықса, немесе мамандарға көрсетсе, бәлкім барлығы басқаша болар еді ғой. Біреулер болмайтын нәрседен проблема жасау, тырнақ астынан кір іздегенмен бірдей болып көрінеді деп ойлауы мүмкін. Бірақ егер сен біреуге проблема туындатсаң, ол тырнақ астынан кір іздеу болып көрінуі мүмкін. Ал өзіңнің тырнағыңның астынан кір іздесең, онда сен шыңдаласың, өзіңнің идеалды нұсқаңа жетесің, және сенің кәсібилігің артады. Армандау және қиялдау аспаннан түсетін нәрселер емес. Бізде қазақта ұят деген сөз бар. Соның кесірінен көпшілігіміз ұятқа қалудан және ұялудан қорқамыз. Ал осы ұялу бізге армандауға кедергі жасайды. Армандаудың несі жаман? Ол үшін ақша, салық төлемейміз. Кез келген жерде, кез келген уақытта армандаймыз. Өкініштісі, адамдардың көбі өз армандарынан өздері қорқады. Керемет ойға батып, барлығына қол жеткізуді қалаймыз. Ал шын мәнінде белгілі бір жеңіске жетпеген соң қиялға беріліп армандаудан қорқамыз. Румиді ашпай жатып, бизнестегі серіктесім Айдос Телжанмен көп армандайтынбыз. Оны кітаптың алғы сөзінде де жазғанмын. Оннан аса мейрамханамыз болады. Нарыққа енгізетін жаңалықтарымызды, бізде жұмыс істейтін қызметкерлердің қандай болатынын барлығында ойластырып қиялға берілетінбіз. Ал осы 2,5 жылда өз армандарымыздан алда келеміз. Інім Дархан мырза, Румидің атқарушы директоры, қуаныш, армандамай тұра тұршы. Сенің ойыңа бірдеңе келсе, міндетті түрде біз оны жүзеге асырамыз. Бірақ күте тұршы, шаршадық. Мына 10 мейрамхананың тілігін бітіріп алайық, дейді. Шынында жоспарларымның, армандарымның барлығы орындалады, және әлі де армандаудан қорықпаймын. Керісінше, әр ұсақ түйегіне дейін ойластырамын, елестетемін. Оны батыста визуализация деп атайды. Өзіңнің образыңды, компанияңды елестетесің, қандай болатынын армандайсың. Бір сөзбен айтқанда, жоғарыға белгі жібересің. Байқағаным, армандаудан, қиялдаудан қорықпау керек. Олардың көбі орындалады. Өзім де соның дәлелімін. Жеңіске жеткен адамдардың ортақ тұстары. Менің ойымша, бұл өмірде кез келген адам жеңіске жеткісі, белгілі бір белестерді бағындырғысы келеді. Бірақ адамдардың неден бастайтынын білмеуі, нақты стратегияны құрмауы оларға кедергі келтіреді. Себебі олардың алдында нақты қалыптасқан бір образ жоқ. Егер сен жеңіске жеткің келсе, басыңды ауыртып не қыласың? Саған дейін көп нәрсеге қол жеткізген табысты адамдар бар емес пе? Олар айналамызда бізді қоршап тұр. Сенің танысың болмаса да, досыңның досы, танысыңның туысы, бірақ ондай адамдар бар. Неге сол адамдармен таныспасқа? Енді ғана ауылдан қалаға қарай бет бұрған, немесе жаңадан кәсіп бастаған стартапер болсам, жеңіске жеткен адамдарды тауып алып, олардың тренингтеріне барып, сол ортаны зерттейтін едім. Интернет қазіргі таңда қолжетімді. Күлкілі видеоларды қарағанша, осындай табысты адамдардың берген сұхбаттарын қарап, олардың бұндай дәрежеге жету жолын біліп алар едім. Өйткені, ондай адамдардың ішінен кімге ұқсағың келетінін анықтап, өзімізге ұнайтын образ тауып алуға болады. Қазіргі заманда велосипед ойлап табудың керек жоқ, себебі қажет ақпараттың барлығы интернетте бар, технологиялар дамыған. Оқы, үйрен, сол адамның әдеттерін, әрекеттерін қайталай баста. Әрине, бірден үлкен жеңістерін қайталай алмайсың. Сол үшін кішкентайларынан бастауымыз керек. Шаш үлгіңді өзгерт. Тура сол адамдыкіндей киім алмасаң да, соған ұқсас стильде киін. Сөйлеу мәнеріңді өзгерт. Жаңа көлік сатып ал. Осындай майда жеңістер, өзгерістер бізге іштей сенімділік сыйлайды. Олар бізді үлкен жеңістерге жетелейді. Ықыластың өзі көзбояушылықтан басталады деген бар. Мысалы, адамдардың көбі ораза тұтқысы келмейді, бірақ бұл 5 парыздың бірі. Ораза ұстағаннан кейін дұрыс жолда жүргеніңді түсінесің. Жаңа жұмыс орнына барып, өзің үшін жаңа саланы меңгерудесің делік. Басында қиын соғуы мүмкін, бірақ осы жерде шыдап, әрі қарай дамып кетсең, өз ісіңнің шебер болып шығасың. Ал жарты жолда қалып қалсаң, жеңістің дәмін татасың. Бұл дегеніміз, жеңіске жеткен адамдардың барлығы да ауыр кезеңдерден өтіп, пісіп жетілген адамдар.
олардың жолын, қылықтарын қайталап, сен де өзіңді жеңіске бір қадам жақындатасың. Тарауға байланысты кітаптар мен фильмдер тізімі. Партнеры СМБВ фильмі, Форс-мажоры сериалы, Дэвид Стивенсон, Лайфхаки богатых людей, 50 способов разбогатеть кітабы. Құрметті тыңдарман, егер сізге аудио кітаптар ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды. Және де сын пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдырыңыз.